Бала белде, қатын жолда. Осындай бастапқы мәні өзгерген мәтел бар. Алайда, бұл мәтелден ұрпақ иесінің ер адам екендігін түйсінуге болады. Демек, өз ұрпағын өмірге әкелетін, яғни туатын ер адам, оның үстіне адамзат ұрпағының ер адамда болатындығын бүгінгі ғылым да жоққа шығармайды. Сол түсінік қазақы ұғымда бала белде деу арқылы бекітілген. Ал қатын көшеде кездейсоқ кездестіре салатын көп әйелдің бірі емес. Ол дәреже, ол абырой, ол мансап. Қатындық деңгейге көтерілу екі әйелдің бірінің маңдайына жазыла бермеген, сондықтан оны нәсіп болса жолда кездестіреміз. Мұндағы тілге тиек етіліп отырған жол өмір. Қатын жолда дегеніміз, онымен өмір сапарында жолығамыз деп түсінсек болады. Сонымен баланы белде дедік, ал сол ер адам туатын белдегі баланы өмірге әкелетін ананың аты қатын делінді. Ер адам өн бойында сақтаған өмірінің жалғасында әйел затының асылы болған қатынға ғана сеніп тапсырады. Аналық болмысқа ие ол қатын ер адам сенімін ақтап, оның ұрпағын өмірге әкеледі. Сондықтан да ол ана делінеді. Сол сияқты жер де ана, ол да өзіне егілген өнімді өндіріп шығарады. Алайда жердің де жері бар. Құмшауыт, тастақ жер өнім бермейді. Бірақ жер атына ие. Дегенмен құнарлы жердің орны бөлек. Әлгі мәртебелі қатынды осы құнарлы жер деп түсінгеніміз жөн. Ендеше бала белде, қатын жолда деген мәтелдің мағынасын бұрмалап, теріс түсінбегеніміз абзал. Аяулы аналарымыз, ақжарқын апаларымыз, қарагөз қарындастарымыз, Құдай қосқан жұбайларымыз аман болсын.